Сау саламатсыздар ма қымбатты достар. Жақсы сөйле, өмірің нәрленеді дейді ата-апаларымыз. Сондықтан да жақсы сөйлеуге тырысыңыз. Жақсы сөйлегенде сіздің маңайыңызға жақсы адамдар да, жақсылық та өте көп молымен келе бастайды. Сондықтан да неліктен жақсы сөйлемеске, иә? Сондықтан да жақсы сөйлеп үйренеміз. Күніне қанша жақсы сөз сөйледіңіз, өзіңіз санап көріңізші. Және де өз өміріңізге жақсылықты шақырып, жақсы күндерді молымен әкеліп, жақсы негізі несібеңізді, жақсы сөздер несібені молайтады дейді. Ата-апаларымыз біздің бекерге айтпайды, иә? Жақсы сөз сізге несібе әкеледі, өміріңізге жақсылық әкеледі, молшылық, береке, молшылықты сондай көп әкелетін болғандықтан жақсы сөйлеуге тырысу керекпіз. Негізі алып қарайтын болсақ, дұрыс сөйле, әдемі сөйле, сұлу сөйле, өміріңізді нәрлендіреді дейді, иә? Сондықтан да гүлденеді, құлпырады өміріңіз деп айтады. Егер де жаман сөйлейтін болсаңыз, жаман сөз өзіңізді табады дейді. Сондықтан да апаларымыз жаман сөз, боқтық сөз сөйлеме, себебі ол жаман сөз сенің өзіңді табады түбі деп айтып жатады. Және де жаман сөз айтылған жерде жарысып жамандықта жүреді дейді. Сондықтан да өміріңізге жамандықты шақырмайын десеңіз, жаман өмір сүргіңіз келмесе, үйреніңіз жаман сөйлемеге. Егер де байқамай сіздің аузыңыздан жаман сөз шығып кететін болсаңыз, маңайыңыздан кешірім сұрап үйреніңіз. Себебі жаман сөз ол жамандықты шақырады дейді. Сондықтан да өміріңізде егер де жақсылық мол болсын десеңіз, әдемі күндеріңіз мол болсын десеңіз, өміріңіз керемет болып, керемет өмір сүргіңіз келсе, бай, қуатты, керемет, сұлу, әдемі, гүлденген өмір сіздің өміріңіз болсын десеңіз, әдемі сөйлеуге тырысыңыз. Негізі бісміллә деп немесе өзіңізге сабырлық шақыра жүретін болсаңыз, әрине берекеңіз күннен күнге асып, тасып, берекелі күндеріңіз көп болатын болады. Сондықтан да өміріңізге береке шақырып, қандай да бір ызалық келген жағдайда сабырлықты шақырып өзіңізге, сабыр түбір сары алтын деген сияқты қазағымыздың әдемі сөздерін айта жүріңіз. Себебі әдемі сөздер, жақсы сөздер жарым ырыс болып, әдемілікті сіздің өміріңізге молымен шақырады. Мен өз басымда негізі жақсы сөйлеуді біраз жылдар болды үйрендім. Енді байқамай айтып қалған жағдайда маңайымнан ешкім болмаса да кешірім сұрауға тырысамын. Себебі біз пендеміз, иә? Қолымыздан бірдеме түсіп кетіп жатады, шалынып қалып жатамыз, тағы да бірдеме болып жатқанда аузымыздан байқамай жаман сөз шығып кетіп жатады. Сондай кезде иіліп тұрып, табиғатта болсаңыз кешірім сұраңыз, үйіңізде де иіліп тұрып кешірім сұраңыз. Жаңа түскен келіндер қалай сәлем салады, сөйтіп кешірім сұраңыз. Негізі менің өз басымда мынандай бір оқиға деуге бола ма екен. Қайын жұртыма барсам, ауылына, өзімнің жолдасым ауылына барсам, егер де шетінде келіп сәлем салмасам, мен міндетті түрде құлап жүремін. Құлаймын, құлағанда да оңбай құлап, мына тіземдегі мына шалбарымды ылғи жыртып алып жататынмын. Сондықтан да барған кезде иіліп тұрып жерге сәлем бере жүріңіздер. Барған, егер де үлкен жасыңыз болса да, біраз жасқа келсеңіз де, жерге барған жерде иіліп сәлем беріп жүріңіз. Қонаққа барған жерде де, басқа жерде де, себебі жақсы сізді қарсы алатын болса, ол жер жақсы шығарып салады деп мен өз басым ойлаймын. Бұл менің өзім ойымда болған сөздер, енді оны өздеріңіз білесіздер. Сондықтан да жақсы ниет қылыңыздар, жақсы сөйлеңіздер, әдемі өмір сүріңіздер. Себебі сіздер мықтысыздар. Әдемі сөйлеу бұл қазақтың келініне де, әйеліне де, азаматына да жарасады дейді. Қариясына да, апасына да жарасады дейді. Сондықтан да әдемі сөйлеп, әдемі өмір сүріңіз. Сау саламатта болыңыз. Сізбен бірге болған Айжан Исламқызы.